Сәлеметсіздер ме оқушылар? Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы номер 48-ші орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Сатылғанова Күлайхан Ажыкуловна. Физика пәні 11-ші сынып, бөлім атомдық және кванттық физика, тақырыбы фотоэффект, фотоэффектіні қолдану, фотондар. Сабақ мақсаты: фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру. Фотоэффектінің заңдары мен Эйнштейн теңдеуін есептер шығаруда қолдану. Түскен жарықтың әсерінен заттан электрондардың ұшып шығу құбылысын зерттеген орыс ғалымы Александр Григорьевич Столетов болды. Александр Григорьевич Столетов фотоэффектіні зерттеу үшін ауасы сорып шығарылған шыны баллонға орналастырған екі электрод, анод пен катодтан тұратын қондырғыны қолданды. Катодқа кварцтық терезелер арқылы ультракүлгін жарық түсірді. Жарық түсіріліп тұрған катод электрод батареясының теріс полюсіне жалғанды. Осы кезде катод бетінен ұшып шыққан электрондар электр өрісі арқылы анодқа қарай бағытталады. Нәтижесінде фототоқ пайда болады. Фототоқты миллиампер-метр арқылы батарея қоздырған электрондар арасындағы потенциалдар айырмасын вольтметрмен өлшейді. Потенциометр көмегімен анод пен катод арасында кернеуді өзгерте отырып, фототоқтың кернеуге тәуелділігі, фотоэффектінің вольт-амперлік сипаттамасын алуға болады. Енді фотоэффект құбылысының вольт-амперлік сипаттамасын зерттеп. Бірінші сурет. Асы. Катодқа түскен жарық жиілігі тұрақты, бірақ интенсивтілігі жарық ағындары әртүрлі болғанда, сүрілген жарықтың қарқындылығы артқан сайын фототоқ күші артады. Тежеуші кернеудің шамасы жарық қарқындылығына тәуелді емес. Ол барлық ағындар үшін бір мәнге ие болады. Б суреті. Катодты қарқындылығы бірдей, жиілігі әртүрлі жарықпен жарықтандырған кезде тежеуші кернеудің шамасы түсірілген жарықтың жиілігі артқан кезде көтерілетіндігін, ал азайса түсетіндігін графиктен байқауымызға болады. Екі жағдайда да анод пен катод арасындағы кернеу нөлге тең болса да, аздаған фототоқ бар болады. Себебі катодтан ұшып шыққан кейбір жылдам электрондар ешқандай электрлік күштер әсер етпесе де анодқа ұшып жетеді. Катодты ток көзінің оң полюсіне, анодты теріс полюсіне жалғап, электр өрісінің бағытын өзгертсек, фотоэлектрондардың жылдамдығы азаяды. Тежеуші кернеудің қандай да бір мәнінде фототоқ тоқтайды. Фототоқ күшінің бұл мәні қанығу тоғы деп аталады. Тоқ күші қанығу мәніне жеткенде секунд сайын катодтан ұшып шыққан электрондар түгелдей анодқа жетеді. Қанығу тоғы түскен жарықтың әсерінен катодтан уақыт бірлігі ішінде ұшып шығатын электрондар санын анықтайды. Тәжірибелерді зерттеу нәтижесінде Столетов фотоэффекті заңдарын тұжырымдады. Бірінші, фототоқ күшінің жарық ағынының қарқындылығына тура пропорционал. Екінші, жарық жұлып шығаратын электрондардың максимал энергиясы жарық жиілігіне тәуелді, қарқындылыққа тәуелді емес. Үшінші, әр зат үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы болады. Фотоэффект мүмкін болатын минимал жарық жиілігі немесе максимал толқын ұзындығы. Қандай да бір минимал жиілікте кернеудің мәні нөлге тең. Яғни төменгі жиіліктерде фотоэффект құбылысы байқалмайды. Фотоэффектінің қызыл шекарасы түсірілген жарықтың фотоэффект құбылысы мүмкін болатын минимал жиілік болып табылады. Электр өрісінің кідірткіш жұмысы фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең. Жұмыс кинетикалық энергияның өзгерісіне тең. Немесе электрон заряды мен тежеуші кернеудің көбейтіндісі электрон массасы мен жылдамдықтарының квадратының жартысына тең.
немесе электрон мен тежеуші кернеудің көбейтіндісі кинетикалық энергияға тең болады. Мұндағы Е деп отқанымыз электрон заряды, У-Т деп отқанымыз тежеуші кернеу, Ем деп отқанымыз электрон массасы, В дегеніміз электрон жылдамдығы болып табылады. Фотоэффектінің заңдарын 1905 жылы Эйнштейн теориялық тұрғыдан түсіндірді. Ол Планктың идеясын ары қарай дамытып, жарық үлестерімен таралады, жұтылады, яғни энергиясы h-ға тең болатын фотондар деп аталатын бөлшек ағынынан тұратындығын дәлелдеді. Затқа түсірген жарық кванттарының энергиясы электрондардың заттың зарядталған бөлшектерінің өзара тартылыс күшіне қарсы атқарылатын жұмысынан артық болса, онда электрон заттан ұшып шығады. Электрондар металдан ұшып шығу үшін кванттар энергиясы Планк тұрақтысы мен минимал жиынтықтың көбейтіндісінен кем болмау керек. Бұл энергия электрондардың шығу жұмысына тең. Кванттардың энергиясының шығу жұмысынан кем болған жағдайда электрондардың максимал кинетикалық энергиясы фотондар энергиясы мен шығу жұмысының айырымына тең болады. Фотоэффект үшін Эйнштейн формуласын мына түрде жазамыз. H-ню тең болады А шығу жұмысы қосылған кинетикалық энергияға. Мұндағы Е-К деп отқанымыз электрондардың кинетикалық энергиясы, Е-Ф дегеніміз фотон энергиясы, А-Ш дегеніміз электрондардың шығу жұмысы болып табылады. Фотон дегеніміз энергиясы h-ға тең болатын элементар бөлшек. Фотонның тыныштық массасы жоқ. Фотон бөліктерге бөлінбейді, шығарылады, шағылады, сынады және бүтін бір квантпен жұтылады. Фотонның энергиясын мына формулалар арқылы өрнектейміз. Энергия тең болады H көбейтілген ню. Немесе энергия тең болады H көбейтілген С-ның лямбдаға қатынасы. Фотон массасы мына масса мен энергияның өзара байланысына сүйеніп анықтаймыз. М тең H бөлінген С көбейтілген лямбда формуласымен анықтаймыз. Фотон жарық бөлшегі болғандықтан оның импульсін анықтауға болады. П тең H бөлінген лямбда арқылы фотонның импульсін анықтаймыз. Мұндағы H деп отқанымыз Планк тұрақтысы 6,626 көбейту 10-34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд. Ню деп отқанымыз фотон жиілігі. Фотоэффект құбылысы ашылғаннан кейін оның маңыздылығы оның қайда қолданылатындығында. Жұмыс істеу принципі фотоэффект құбылысына негізделген құрылғылар фотоэлементтер деп аталады. Фотоэлементтер электр тізбегін жарық шоқтар көмегімен автоматты басқаруда қолданады. Сонымен қатар күн батареялары, маяктар мен көше шамдарының автоматтық ажыратылып қосылуы, киноға дыбыс беріліп, қозғалатын кескіндерді алуға мүмкіндік туды. Фотореле өндірісте, әртүрлі технологиялық процестерде, әскери істе қондырғыларды автоматты түрде ағытып қосу үшін қолданылады. Фотоэффект заңдарын мен Эйнштейн теңдеуін есептер шығаруда қолдану мақсатына жету үшін есептер шығарамыз. Бірінші тапсырма. Квант энергиясы 3,2 көбейтілген -19 дәрежесі джоуль болатын фотон жиілігін анықтанды. Дескриптив фотоэффектінің табиғатын түсінеді, фотоэффектінің заңдарын есептер шығаруда қолданады. Берілгенін жазып, өрнектейтін формула анықтап, жиілігін есептейміз. Екінші тапсырма. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,1 көбейтілген 10-19 дәрежесі джоуль. Платинадағы толқын ұзындығы 0,12 микрометр. Жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясын табыңыз. Дескриптор. Ол білім алушы фотоэффектінің табиғатын түсінеді,
Эйнштейн теңдеуін есептер шығаруда қолданылады, электрондардың кинетикалық энергиясын есептейді. Үй жұмысы 32-ші жаттығудың екінші есебін шығару. Бүгінгі сабақта фотоэффект заңдарымен таныстық. Тапсырманы дұрыс орындап, сабақ мақсатына қол жеткіздіңіз деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.